Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дөңгелек сектор және сегмент ауданы. Сыныбымыз 9-шы сынып, пәніміз геометрия. Оқу мақсаты 9-шы сынып 1-ші бөлім, 1-ші бөлімше. 2-ші оқу мақсаты сектор, сегменттің аудандарын қорытып шығару және қолдану мақсатын орындау бойынша түсірілген арнайы бейне сабағымыз. Сіздермен бірге Алматы облысы Ақсу ауданы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы орта мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Айқын Өркен. Сіздің меңгеретініңіз сектор, сегменттің аудандарын қорытып шығару және қолдану. Сіздің білетініңіз шеңбердің, дөңгелектің ауданы, көп бұрышқа іште және сырттай сызылған шеңбердің анықтамасы. Ендеше біз сектор ұғымына анықтама беріп көрейік. Сектор дегеніміз дөңгелектің доғасы және бұл доға ұштарын дөңгелек центрмен ұштастыратын екі радиуспен шектелген бөлігі сектор деп аталады. Яғни, мынау көріп тұрғандарыңыздай АО және БО радиустармен шектелген көп бөлікті сектор деп атайды екенбіз. Сектордың шынайы өмірде кездесуі ол қарбыздың тілігі және торттың бөлігі тағы басқалар болуы мүмкін. Осы сектордың аудан есептеу формуласы S тең болады πr квадрат бөлінген 360 градус көбейтілген альфа. Мұндағы S деп отырғанымыз сектордың ауданы, R деп отырғанымыз шеңбердің радиусы, альфа центрлік бұрыш. Келесі ұғым бізде сегмент ұғымы. Сегментке анықтама беріп өтетін болсақ, дөңгелектің доғасы мен бұл доға ұштарын тұтастыратын хордасымен шектелген бөлігі сегмент деп аталады. Яғни, көріп тұрғандарыңыздай АБ хордасымен шектелген мынау көк түспен боялған бөлікті сегмент деп атайды екенбіз. Сегменттің өмірде кездесуі осы түрде болуы мүмкін. Сегменттің ауданын есептеу формуласы S сегмент тең болады S сектор плюс минус S үш бұрыш. Мұндағы S сегмент дегеніміз сегмент ауданы, S сектор сектордың ауданы, S үш бұрыштың ауданы. Ендеше сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жерде қандай үш бұрыш болуы мүмкін? Немесе мұндағы плюс минус таңбасы не үшін қатар беріліп тұр? Біз сіздермен осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Біз минус таңбасын қояды екенбіз. Қандай жағдайда? Демек, есептің берілгенінде альфа бұрышы 180 градустан кіші болатын болса, онда біз минус таңбасын қоямыз. Яғни, мынау ОА және ОБ радиустарымен шектелген жалпы сектордың ауданын тауып, одан бүйір қабырғасы ОА және ОБ радиустары болатын, ал табаны АБ хордасы болатын қызылмен боялған үшбұрыштың ауданын тауып алып тастауымыз керек екен. Келесі плюс таңбасын қоямыз. Егер берілген бұрыш альфамыз 180 градустан үлкен болса, онда біз міндетті түрде плюс таңбасын қоямыз. Яғни берілген сектордың ауданына қызылмен боялған үшбұрыштың ауданын жоғарыда аталған жолмен тауып алып, екеуін қосуымыз керек екен. Енді осы берілген формулаларды бекіту үшін біз сіздермен бірнеше мысал есептерді қарастырып көрейік. Бірінші мысал. Радиусы 15 см болатын дөңгелектің ауданын табыңыз. Шешімі. Формула бойынша дөңгелектің ауданын табу формуласы S тең болады πr квадрат. Демек, формуланың орнына сан мәндерін қоятын болсақ, S тең болады π көбейтілген 15-тің квадраты, ол тең болады 225 π сантиметр квадрат болады екен. Енді сізге тапсырма. Бұл тапсырманың ерекшелігі мысал үлгідегі берілген есеппен мәтіні тура бірдей. Тек сан мәндері ғана өзгеше болуы мүмкін. Сізге есептеу жеңіл болу үшін берілген мысал үлгінің шешіміне қарап тұрып өзіңіз есептесеңіз болады. Яғни сізде ауысатын тек сан мәндері формула орнында қалып отырады. Демек, радиусы 10 см болатын дөңгелектің ауданын табыңыз дейді. Бұл есептің жауабы 100 π сантиметр квадрат болса, онда сіздің есептеген есебіңіз 100% дұрыс.
Екінші мысал. Шеңбердің радиусы 4 сантиметр, центрлік бұрышы 45 градус болатын сектордың ауданын табыңыз. Сектордың ауданын табу формуласы πr квадрат бөлінген 360 градус көбейтілген альфа. Демек, сан мәндерін қоятын болсақ, s тең болады π көбейтілген 4-тің квадрат бөлінген 360 градус көбейтілген 45 градус. Есептеулері жүргізіп қысқартуларды орындағаннан кейін біз соңғы жауабымыз 2π сантиметр квадрат болатынын табамыз. Ендеше сіздің кезегіңіз. Шеңбердің радиусы 6 сантиметр, центрлік бұрышы 45 градус болатын сектордың ауданын тауып көріңіз. Тура осы мысал үлгіге қарауыңызға болады. Бұл есептің жауабы 4,5 π сантиметр квадрат болады. Келесі мысал. Шеңбердің радиусы 6 сантиметр, центрлік бұрышы 60 градус болатын сегменттің ауданын табыңыз. Сегменттің ауданын табу формуласы S сектор минус S3 бұрыш. Мұндағы минус таңбасын алуды жоғарыда айтып өттік. Себебі есептің берілуінде берілген альфа бұрышымыз 60 градус, ал 60 градусымыз бізде 180 градустан кіші, сол себепті біз минус таңбасын қолданамыз. Формула бойынша біз алдымен сектордың ауданын тауып алайық. Сектордың ауданы сан мәндердің орнына қоятын болсақ, бізде 6π сантиметр квадрат болып шығады екен. Келесі үшбұрыштың ауданын тауып алайық. Берілген үшбұрышымыз екі қабырғасы 6 сантиметрден, ортасындағы бұрышымыз 60 градус. Бұл үшбұрыштың берілуіне қарап отырсақ, оның тең қабырғалы үшбұрыш екенін анықтаймыз. Ал тең қабырғалы үшбұрыштың ауданын есептеуге бізге керекті формула а квадрат түбір асты 3 бөлінген 4. Енді сан мәндердің орнына қоятын болсақ, 6-ның квадраты көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 4. Соңында жауабымыз 9 түбір асты 3. Енді формула бойынша сектордың ауданынан үшбұрыштың ауданын аламыз. Сонда бізде 6π минус 9 түбір асты 3 сантиметр квадрат деген жауап шығады екен. Ендеше сіздің кезегіңіз. Шеңбердің радиусы 6 сантиметр, центрлік бұрышы 90 градус болатын сегменттің ауданын есептеп көріңіз. Егер сіздің жауабыңыз 9π минус 18 сантиметр квадрат болса, сіз бұл есепті толығымен дұрыс шығардым деп ойлай беріңіз. Келесі мысал. Шеңбердің радиусы 12 сантиметр, сектордың ауданы 4π сантиметр квадрат болса, центрлік бұрышын табыңыз. Яғни біз альфаны табуымыз керек. Формуланы жазамыз. Формуланың орнына сан мәндерін қоямыз. Сол сан мәндерін қойған соң есептеулер жүргізгенде бізде 5-тен 2π көбейтілген альфа тең 4π деген өрнек шығады. Осы жерден біз альфаны өрнектейтін болсақ, 4π көбейтілген 5 бөлінген 2π. Оны қысқартқаннан кейін бізде альфа бұрышымыздың 10 градус екенін анықтауымызға болады. Ендеше, сіздің кезегіңіз бойынша шеңбердің радиусы 10 сантиметр, сегменттің ауданы 5π сантиметр квадрат болатын центрлік бұрышты тауып көріңіз. Бұл есептің жауабы 18 градус болуы керек. Сектор ауданы π сантиметр квадрат, центрлік бұрышы 10 градус болатын шеңбердің радиусын табыңыз. Яғни біз дайын формулаға қоямыз. Соңында радиусты өрнектеп шығатын болсақ, радиустың есепте тура көрсетілгендей r тең түбір асты 36 екенін анықтаймыз. Келесі есепте сектор ауданы π сантиметр квадрат, центрлік бұрышы 30 градус болатын шеңбердің радиусын табыңыз. Яғни сіз мына есептің шешуіне қарап отырып, тек қана сандарды өзгерту арқылы ғана келесі есептің жауабын таба аласыз. Бұл есептің жауабы түбір асты 12 болу керек. Біз жоғарыда 5 мысал және 5 тапсырма көрсеттік. Егер 5 мысалға қарап отырып, 5 тапсырманың барлығын толық орындаған болсаңыз, сіздің көрсеткішіңіз өте жақсы. Ал 5 емес 4-еуін орындаған болсаңыз, жақсы. Ал егер сіз 3-тен төмен болсаңыз, сізде базалық білім бар, бірақ та әлі де жақсартуыңыз керек. Демек формулаларды қайталаңыз, мысал үлгілерді басынан бастап қайтадан көріп шығыңыз. Сіздермен бірге болған математика пәнінің мұғалімі Айқын Өркен. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.